Assalamualaikum. Hayırlı gün ağayın bәріңізге де. Бүгін жақсы күн, жақсы жерде жақсылармен жақсылыққа куә болып отырмыз. Бұл Абай, ұлы Абайдың жиені. Істері оның жүйелі, той жасап жатыр торқала, туған жерге киеді. Абай сондай Абай. Жеңген қандай дейді үйдегі. Жеңгеміз алтын деп айтамыз осы сипатта. Атада затыда алтын ол. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Тойларыңыз құтты болсын. Қазақта сөз көп. Сөз деген кілт сияқты, оны дұрыс таңдай білсең, кез келген жүрек ашылады, кез келген ауыз жабылады дейді. Ал Абайдың істеп жүрген ісі, қазақтың бір сөзі, жақсы жігіт табанын туған жерге салады, арқасын туған елге сүйейді дейді. Елге қызмет істеп жатыр Абай. Ал біздер өз басымыздан асыра алмай жүр жасаған жақсылықтарымыз. Мен Абайдың мақтап бірдемесін алайын деп тұрған жоқпын. Әр зат өзінің атымен аталу керек. 30-да орда бұзады, 40-та қамал алады. 50 ердің жасы дейді. Ердің жасына келгенше едәуір іс бітіріп жатыр. Алла берекетін берсін. Соның халық игілігіне тұтынып жатыр мінекей. Сол халыққа жасап жатқан жақсылығы өзіне жақсылық болып қайтсын. Осыдан 13 жыл бұрын 37 жасын үйде тойлап еді. Жаңа қарап отырсам, қазақ нақыл дейді, 13-те отау иесі. 13 жыл уақыт өтіп кетіпті. Мұқағалидың бір тамаша сөзі бар. Уақытты ұстап тұрар шамаң бар ма? Өтеді ғой күндерді замандарда. Менің жаным ашиды сол уақытты өтпейтіндей сүретін адамдарға дейді. Біз қаласақ та қаламасақ та уақыт өтеді. Жаңа қазақ айтқан ит үреді, керуен көшеді. Мінекей 50-ге де келді. Бір есебі секілді. Өзінің еңбегі еленіп жатқан. Қуанышқа бөленіп жатыр. Алла тағы бір 50 жас берсін алтын жеңешемен. Алтындай жатқа көрсін. Қызын қиясына қондыр, енді ұлын ұясына қондырсын, соның куәсі болайық. Алла соған жеткізсін. Біреуді жек көрсең де, жақсы көрсең де, оған иман тіле дейді Абайдың. Хакім Абай айтқан, бұл Абайдың жиені. Аты да соған лайықты. Мүмін болсаң алдымен иманды бол. Иман өзі пендеге ашады жол дейді. Иманның байлығын берсін бір жиенімізге. Деннің саулығын берсін, елдің тыныштығын, кәсібіңнің берекетін берсін. Өзіңе тілегенді өзгеге тілемейсің, толық мүмін бола алмайсың деген Абай. Сондықтан мен өзіме не тілесем жаныма, сіздерге соны тілеймін иншалла. Жақсылық болсын. Ел ағайын, құтты болсын елдің тойы. Біз осыған куәміз, қуаныштымыз. Әр үйде осындай той болсын, жақсы жетістіктерге ел болып жетейік. Ел болып көрейік әрбір күндерді. Көрген күніміз той болсын. Той болсын.